радиосына, яғни ұлтымыздың үн жариясына айналған қазақ радиосына 100 жыл толып отыр. Соған орай біздің университетімізде үлкен іс-шара, қазақ радиосына 100 жыл деп аталатын іс-шара өткізілді. Мұндағы мақсат осы елде, елімізде қазақ радиосында қызмет еткен тұлғалардың ерен еңбектерін ашықтау болып табылады. Және осы эссе байқауына мен бірінші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Бүгінгі қазақ радиосының 100 жылдығына арналған бүгінгі іс-шарамыз өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Жалпы радионың тарихына, радионың бүгінгі таңдағы маңызына ерекше тоқталдық. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Өзіміздің университетіміздің ректоры Дария Пернешқызы айтып кеткен болатын. Жақында университетімізде радио ашылады деген. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Осы үшін біздің кафедра меңгерушілеріне, университетімізге үлкен алғыс білдіреміз. Радио жасай берсін, радио үні сарқылмасын.